Кескіндеме бұл бейнелеу өнерінің бір түрі. Кескіндеме сөзі шынайы бейнелеу деген мағынаны білдіреді. Кескіндеме сабағында сіздер бейнелеу өнерінің, кескіндеме өнерінің әртүрлі әдіс-тәсілдермен және әртүрлі техникалармен танысатын боласыздар. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін кескіндеменің бірінші сабағы. Біздер бүгін кескіндеме туралы сөз қозғап және оның құралдары мен әсерлерін сөз ететін боламыз. Сондай-ақ бірнеше жаттығуларды орындаймыз. Енді кескіндеме құралдарының сөз етсек, бірінші қажетті құрал бізге бұл акварель бояуы, яғни су бояуы. Әртүрлі акварель бояуларын кездестіруге болады. Соның ішінде ең маңыздысы бізге көркем шығармашылыққа арналған арнайы кәсіби бояулар қажет. Невская палитра атты акварель бояуын таңдауға болады. Себебі оның сапасы өте жоғары және араласу жағынан өте қанық әсерлі болып келеді. Сонымен қатар қарапайым балалардың шығармашылығына арналған акварель бояуларында қолдануға болады. Ең маңызды бұл жерде түстердің көп болуы қажет. Әрі қарата қылқаламдарға көшсек, қылқаламдар жұмыр табиғи жөннен жасалған қылқаламдар болу керек. Тиынның ұсақ қылшықтарынан жасалған қылқаламдар таңдауға болады. Бастапқыда қылқаламдарды ұсақ қылқаламнан және орташа жалпақтығы бірнеше үлкен қылқаламдар таңдауға болады. Сонымен қатар әрі қарата бізге акварельге арналған арнайы қағаз қажет, А3 көлеміндегі қажет және А4 көлеміндегі формат қағаздары қажет. Акварель қағаздарының өзінің ерекшелігі бетінің бұдырлығында болып келеді. Су құятын ыдыс, өшіргіш, қарындаш және қыстырғыш болмаса қағаз скотчты таңдауға болады. Келесі маңызды қажетті құрал бұл түс тапқыш, палитра деп те атаймыз. Негізінен акварель бояуында қағаз түстапқыштар қолданады, болмаса фарфордан, пластиктен жасалған түстапқыштарды қолданамыз. Сонымен біздер тәжірибелік сабағымызды бастаймыз. Кескіндеме сабағындағы қарапайым жаттығулардан бастасақ. А3 форматта ала отырып, енді жағу тәсілдерін қолданып көрсек. Әртүрлі тәсілдерді қолдана отырып, қылқаламның көмегімен қағаз бетінде жағу тәсілдерін үйренсек.
Сонымен балалар, біздің әсерлі жасаған алғашқы жаттығуымыз аяқталды. Енді келесі жаттығуымызға көшсек. Бұл жерде біздер екі түрлі техниканы қолданамыз. Акварель бояумен екі түрлі техниканы жасаймыз. Бұл аля прима техникасы және лессировка техникасы. Бірінші техникамыз бұл аля прима деп аталады, немесе дымқыл жазу техникасы деп атауға болады. Сіздерге жаттығудың түрлі кезеңдерін көрсететін боламыз. Тұстапқышта бояуды араластыра отырып, қағазда бейнеленген бейнеміздің негізгі түстерін дымқыл түрінде жағып, жаттығуды орындаймыз. Акварель жұмысының екінші техникасы бұл лессировка. Лессировка техникасындағы жаттығуымызды орындайық.
Сонымен біздің жаттығуларымыз аяқталып қалды. Сіздер осындай жаттығуларды орындауыңыз қажет. Кескіндемедегі акварель бояуының әртүрлі тәсілдерін қолдана отырып, біріншісі бұл дымқыл қағаздағы аля прима техникасы, және екіншісі лиссировка техникасы, және үшінші әртүрлі жақпа тәсілдерін орындайсыздар. Бұл біздің кескіндеме сабағындағы бірінші жаттығуларымыз. Сіздер бұны бір аптада орындауларыңыз қажет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.